Депозитімізде $5000 бар. Осы $5000 көтеретін боламыз. Ал енді кірісетін боламыз. Бірінші кезекте тексеріп алатын нәрселер бар. Ол біздің сделка ашатын уақытымыз және де біздің таймфрейміміз. 30 секунд пен 15 секундтағы тұрған көз жеткізіп алдық. Енді ары қарай кірісетін боламыз. Так, давайте бір сделка төменге қарай ашамын. Оның ашу себебі бізде подтверждение бар. Цель төменгі жақтағы лоу. И соған сүйеніп менде сделка ашылды. Енді төменге қарай түсем екен, көрейік. Жоқ. Төменге қарай түсіп мына жақтағы зонаға қарай келетінін күттім бағаның, бірақ ондай қозғалыс көрсете алмады. Сондықтан да келесі шыққан атрибутқа сәйкес сделка ашатын боламыз. Свечаның светі бізде жасыл болып жанды. Жоғары қарай сделка менде ашылу керек болды. Давайте тағы да бір сделка ашып жібере салайын. В целом менің целім осы свечамыздың жасыл хайын шешуі керек болған тұғын. И астыңғы жағынан екі сделка ашып жіберем деген менде ниет болған. Но в целом енді кеш ашсақ та без разницы, біз жаққа қарай баға барып тұр. Яғни просто мына жақтағы диапазонның ішінде, қызыл диапазонның ішінде жасыл свеча пайда болғаннан кейін бұл фактор мені ары қарай бағаның өсетінін көрсете алды. И менің міндетім астыңғы жағынан жоғары қарай сделка ашу болды. Соответственно, мен сделка аштым, дагон. И уже бізде шотымызда $5420 дейін өсті шотымыз. Подтверждение бар, біздің целіміз жоғары жақтағы хай. В целом жоғары сделка ашсақ болады. Блин. Күтейік қазір. Күтейік. Жоғары жақтағы еш жақты шешкен жоқ. Жоғары қарай кетсін. Жоғары қарай кетсін. Жоғары қарай кетсін. И получается астыға деп бір сделка ашып жіберетін боламын. Бағанағы сияқты ситуация, өздерің көріп тұрғанда бір ситуация қайталана береді ғой рынокта. Жасыл свечамыздың ішінде қызыл свеча шықты. Біздің целіміз төменгі жақтағы лоу болып есептеледі. И соответственно сол жерге дейін де сделкамды ашып, мен қазір тағы да $460 таза пайда таптым. Да. Так. В целом тағы да ашсақ болады, тағы да төменге қарай деп, но все, свое уже забрали. Басқа ситуацияларды қарайық, басқа валютный параларға кірейік. Бізде по идее подтверждение бар, жоғарыда біз сделка ашып көрсек болу керек еді, бірақ кішкене сасқалақтап қалдым. Просто онда аяқтағы таймердің аяқталғанын күтіп, уже келесі қадамымызды жасайтын боламыз. Так, цельді орындап кетті. В целом төменге қарай әлі де түсіп жатыр. Хорошо, бұндай ситуация бізге қызық емес. Күтейік. Так, KGP OTC валютная парасы. Бізде подтверждение жоғары қарай бар, бірақ баға барған жоқ деп айтайын десем, уже барып қойған екен. Хорошо. Так, подтверждение бар. Жоғары қарай кету керек. Екі сделка ашып жібере салайын. И жоғары қарай кеткенін понаблюдаем. Я екі сделка аштым, я сам точно не знаю. Негізі бір сделка ашу керек еді. Просто бір сделка ашам деп екеу ашып жібердім. Саусағым басып кетті. Басылып кетті. Но бірақ баға біз қалаған жерге дейін өсті. Яғни аяқтағы цельді орындады. Енді қазір бізде разворот шығайын деп жатыр ма екен, көрейік. Да, бізде разворот шықты, жоғары қарай кетсін. Төменде сделка ашып жібере салайық, бір сделка. Бағаның түскенін көргіміз келетін жер мына жақтағы лоу, потому что баға ликвидность шешіп бізде модель подтверждение шартовый берді. Соответственно, мен сделкамды аштым соған сүйеніп. И бізде баға все барып берді. Көріп тұрғандай. Вот. И уже бізде 5000-нан бастап қазір $7260 болды. Получается, керемет трейдинг жасадық. Конечно, енді қателік жасаған кездерімізде болды. Бірден екі сделка ашып. Но в целом, да, болады, керемет. Так, $2260 таза пайда, получается, таптық біз. Осы видеоның өзінде, видеоның жүріп жатқан уақытында, бұл бізде 4,5 минут, яғни 5 минуттың ішінде, мысалға сонда $2260 тауып тастадық. Бұл бізде теңгемен қанша болады екен? Көргіміз келіп тұр. Давайте бірге көрейік. 2260 дейміз да.
Канча теңге болатынын көрөйүк. 1 миллион 67 мың теңге. Сонда қазіргі біздің трейдингтен таза пайда тапқан екенбіз. Өте керемет результат. Атакта бүгінгі статистиканы бір көрсетіп жіберетін болсам, бүгін бізде торговля болды. Бірақ пока общая статистика бізде $3600 деп тұр. Да, 12 сделкадан. Но бұл енді бізде не полная статистика. Но все же результаттың аты результат, көрсеткіштің аты көрсеткіш. Өте керемет. Егер де тура осылай трейдинг жасап ақша тапқыларың келетін болса, Telegram каналға өтіңдер. Сол жерде пайдалы ақпаратты сендер үшін бөліскенмін. Осы мен қолданатын стратегияларын түсіндірмелер, одан бөлек өзімнің статистикаларымды, барлығын пайдалы ақпараттарын сол жаққа салып отыратын боламын. Бүгінгі видео өзінің аяғына жетті. Сау болыңдар. Сендермен бірге болған Fast Money Forex. Келесі кездескенше.